Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай қатпарлы, тәтті печеньені дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оңай, жасап көріңіздер. Және де ол үшін ұнымызды електен өткізіп, үстіне тұзымызды, содамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға тұз бен сода жақсы сіңуі үшін. Үстіне жұмсақ сары майымызды майдалап турап қосамыз да үгінділер жасайтын боламыз. Кейін үстіне қаймағымызды қосамыз. Қаймақ 20%-тік, менде және де барлығын араластырып, қамырымызды еритін боламыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Қамырымызды тоңазытқышқа 20-25 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына ұнымызды және де қантымызды, жұмсақ сары майымызды салып, үгінділер жасайтын боламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек ыдысқа құйып аламыз, және де кішкене ғана су құйып, ағы мен сарысын араластыратын боламыз. Сарысы печеньенің бетіне жағу үшін. Енді қамырымызды алып, жақсылап илеп жібереміз, және де қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызға кішкене ғана ұн сеуіп жіберіп жаятын боламыз, және де қамырымызды 4 бұрышты етіп жаямыз. Дөңгелек емес, 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Қамырымыз бізде жұқа болып шығу керек. Енді жаңағы дайындап алған жұмыртқаның ағын бетіне жағатын боламыз. Жағу себебіміз салмасын салған кезде салмамыз жабыспас үшін. Қосымша ретінде үстіне грек жаңғағын үгітіп сепсеңіздер болады. Енді рулет сияқты ораймыз. Тығыз орауымыз керек. Және де тығыздап орап болғаннан кейін үстін қолмен жаймендеп басатын боламыз. Себебі біз тураған кезде ішіндегі салмамыз шашырап кетпес үшін. Және де шетін жабыстыратын боламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Енді печеньелерімізді пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Біркелкі етіп немесе күнделікті пайдаланып жүрген жіпті пайдалансақ болады. Видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз, ешқандай қиындығы жоқ. Біздің печеньелеріміз кесілді барлығы, және де үстіне қалған үгінділерді сеуіп жібереміз. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің қатпарлы печеньелеріміз қызарып, өте әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер, өте көп ингредиенттерді қажет етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.